Егер ТВ каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Хе-хе-хе-хе, сәлем. Менің есім Аққала. Мен сендерге бүгін қыс мезгілі туралы әңгімелеп берейін. Соңына дейін көресіңдер ме видеомда? Келістік. Өткізбей, соңына дейін көріңдер видеоны, жақсы ма? Ендеше бастайық. Қыс мезгілі, достар, жылдың 4 мезгілінің бірі және ең суық кезеңі. Ол әдетте желтоқсан, қаңтар және ақпан айларында болады. Қыста ауа райы суытады, күн қысқарады, түндер ұзарады. Көп жерлерде қар жауып, айнала әппақ мамыққа оранады. Қыста балалар қармен ойнайды. Қардан мені жасайды, яғни аққаланы, шанамен сырғанайды. Сонымен қатар аязды күндер сырғанақ теуіп, коньки тебуге де болады. Жануарлар да қысқа дайындалып, кейбіреулері қалың шөп өсіреді. Және кейбіреулері қысқы ұйқыға кетеді. Мысалға алып қарасақ, аю жануары. Аю күз бойы өзіне тағамдарды жинап, қыс бойы ұйықтап жатады. 3 ай бойы інінде ұйықтайды. Көктем келген кезде қайтадан оянады. Қыс өте көңілді уақыт, бірақ жылы киініп, аяздан сақтану керек. Қыс мезгілі табиғаттың ерекше құбылыстарын көруге мүмкіндік береді. Мысалы, қар жауған кезде дала әппақ көрпеге оранып, шыршалар да қарға малынып тұрады. Қыс мезгілінде ағаштар мен үйлер ақ ұлпамен жабылатынын білесіңдер ғой, иә? Ал су қоймалары мен өзендер мұзға айналады. Балалар қыс мезгілін өте жақсы көреді. Өйткені олар қарда ойнап, қардан аққала жасайды, шанамен сырғанайды және коньки тебеді. Қыста жаңа жыл мейрамы бар. Жаңа жыл мейрамы жыл сайын 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні тойланатын әлемдегі ең үлкен мерекелердің бірі. Бұл ескі жылмен қоштасып, жаңа жылды қарсы алу уақыты. Жаңа жыл мейрамында адамдар үйлерін безендіреді. Әсіресе шырша орнатып, оны түрлі түсті шамдармен және ойыншықтармен сәндейді. Ал балалар болса, аяз ата мен ақшақарды күтеді. Өйткені олар сыйлықтар алып келеді. Міне достар, осылайша бүгін қыс мезгілімен таныстыңдар. Қыс мезгілінде қандай мейрам болатынын білдіңдер. Қыс мезгілі өте көңілді және мерекелі мезгіл. Видео ұнады ма сендерге? Видео ұнаса, видеоның астында лайк басып кетіңіздер. Видео ұнаса тіркеліп, басқа да видеолармен бөлісіп отырыңыздар.